Конституция күні қарсаңында кімдерге бір жолға әлеуметтік төлем беріледі? Тақырып қызықты. Видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Атырауда Конституция күні қарсаңында 23 мыңнан астам мүгедекке бір жолға әлеуметтік төлем беріледі деп хабарлайды Қазақпарат. Атырау облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Азамат Мәмбетовтің айтуынша, бір жолға әлеуметтік төлем қаржысы жергілікті бюджеттің есебінен төленеді. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында мүгедектігі бар 23.592 адам бір жолға әлеуметтік төлем алады. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі мүгедек балалар мен бірінші, екінші және үшінші топтағы адамдар бар. Оларға берілетін бір жолға әлеуметтік төлемнің мөлшері 50 мың теңгені құрайды. Әлеуметтік төлемдер 15 тамыздан бастап беріледі.